Гүл чакчакка ең бірінші сиропымызды дайындап аламыз. Сотейнигімізге шекер мен суды құйып қайнатамыз. Суымыз қайнағанша отты қатты қоямыз. Ішіндегі шекерін араластырып ерітеміз. Су енді қайнай бастаған кезде әселімізді салып, баяу отта 15 минут қайнатамыз. Нәтижесінде осындай сироп пайда болу керек. Енді қамырымызды даярлаймыз. Ұнға дрожж саламыз. 2 қасық сахарная пудра, 1 қасық разрыхлитель салып, ұнтағымызды араластырамыз. Bir жұмыртқаның сарысын саламыз. Суымызды ақырындап құйып қамыр илейміз. Суымызды біртіндеп құямыз. Нәтижесінде орташа жұмсақтықта осындай қамыр шығу керек. 1 сағатқа бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Столымызды дайындап, ұнымызды сеуіп, қамырымызды алып, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Мен 4 бөлікке бөліп, дөңгелетіп алдым. Қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Енді гүлдерімізді кесеміз. Менде мына мастика кесетін гүлдер бар. Осының көмегімен кесіп аламын. Осындай гүлдер шығады. Барлық гүлдерімізді кесіп дайындап аламыз. Үлкенін, кішкентайын және орташасын барлығын кесіп дайындаймыз. Енді гүлдерді бір-біріне жабыстырамыз. Ең үлкенін аламыз да жұмыртқаның ағын ортасына жағып, тағы да үлкенін қоямыз. Тағы жұмыртқаның ағын жағып, орташасын қоямыз. Жұмыртқаның ағын жағамызда тағы бір орташасын қоямыз. Жұмыртқаның ағын жауып, бір кішкентайын қоямыз. Ортасын ақырындап басып, арахисті алып, ортасын соңына дейін кіргіземіз. Бірінші гүліміз дайын. 2 үлкен, 2 орташа, 1 кішкентай гүліміз кетті. Енді қызып тұрған майға біртіндеп саламыз. Қасығымыздың көмегімен майды бетіне құйып, қайта-қайта құйып тұрамыз. Гүліміздің асты жағы қызара бастаған кезде теріс қарап аударамыз. Гүлдеріміз түгел қызарған кезде гүлдерімізді аламыз. Енді гүлдерімізді дайырлап қойған сиропымызға әрқайсысын жеке-жеке батырып аламыз.
нәтижесінде бізде әдемі осындай гүл чак-чак шығады.